Қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Қыстың қамын бастап жіберген болсаңыздар, өте дәмді осы қызанақтардың рецептінен бөлісемін. Қабығы ашылады, сонымен қатар жасалу жолы да өте оңай. Алдымен қызанақтарымызды іріктеп, тазалап жуып аламыз. Менде осындай кішкене қаттылау сорт екен. Енді осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай өткір пышақпен тек қана қабық бөлігін ғана төртке тіліп шығамыз. Бұл біздің қызанақтарымыздың бір суға салып алғаннан кейін ашу оңай болу үшін осылай жасалады. Алдын ала суды қайнатып қойды ұмытпаңыздар. Енді қызанақтарымызды қайнап тұрған суға саламыз. Менде қатты болғандықтан 3 минут шамасында ұстадым. Егер сіздерде жұмсақ қызанақ болса, 1 минуттың өзі жеткілікті. Отбасыңыздағы адам санына байланысты осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Мен 15 килограмм қолдандым, немесе сіздер 5-6 килограммға жасап көрсеңіздер де болады. Енді сүзгішпен сүзіп алып, 5-10 минут шамасында суытып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңызда қабығы өте оңай ашылып жатыр. Алдын ала тазалап жуылған банкілерімізді осылай түбіне 3-4 тілім сарымсағымызды саламыз. Мен ешқандай да стерилизовать еткен жоқпын, тек қана тазалап жудым. Енді қабығы ашылған осы қызанақтарымыздың барлығын тығыздап, жақсылап салып шығамыз. Менде қаттылау болғандықтан өзінің шырыны қатты бөлінген жоқ, сондықтан қайнату барысында аздап үстіне қайнаған су құйдым. Оны видеоның барысында көретін боласыздар. Міне барлығын алдын ала дайындап қойдым. Енді менде осындай үлкен ыдыс бар. Осы ыдысымыздың түбіне осындай мата салдым, немесе сүлгі салуға да болады. Енді барлық дайындаған банкілеріміздің барлығын осылай жайғастырып шығамыз. Және үстіне, яғни банкілеріміздің ішіне бір ас қасықтан тұз, қантты салып шығамыз. Мен басқа ешқандай көкөністерді, сонымен қатар аспирин немесе уксус қосқан жоқпын. Енді ыдысымызға салқын суымызды құямыз. Көріп тұрғандарыңыздай суды осылай банкының, яғни мойнына дейін құйдым. Жаңағы айтып өткендей үстіне жарым-жартылай қайнаған су құйдым. Әрі қарай қайнау барысында өзінің де шырыны бөлініп шығады. Су қайнап бастағаннан кейін 20 минут шамасында жай отта қайнатып аласыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өзінің шырыны бөлініп шықты. 20 минуттай қайнады. Енді ақырын сүлгімен ұстап, абайлап осылай банкілерімізді жауып тастаймыз. Менде қақпақтарын қайнатқан жоқпын. Кастрюляда өзі тұрған кезде өзі стерилизация етіледі. Осылай бәрін жауып болғаннан кейін үстінің жылы одеялмен жауып қойсаңыздар болады. Төңкеру міндетті емес. Жылы жерде толықтай суығанша қалдырасыздар. Әрі қарай салқын жерде қысқа дейін сақтауға болады. Менде 15 килограммнан 2 литрліктен 7 банкі және 3 литрліктен 1 банкі шықты.